Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздерден өтініш, қазақ тіл каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Жанұяңызға бақ, береке, табыс, ырыс, несібе төгілсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Алладан ұл сұрағанға торсықтай ұл, қыз сұрағанға бұрымды қыз, келін сұрағандарға иманды келін берсін. Бой жеткен қыздарыңыз өзге рудың ұрпағын көбейтетін текті елге келін болсын. Алға қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Осы жылы үлкен үйге кіріп той болсын. Алла жүректеріңізді нұрландырсын. Жолдарыңыз әрдайым ашық болсын. Бауырларымыз бүтін, сыйластығымыз артсын. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Бай қуатты болыңыздар. Шын жүректен тіледім. Ақылды адамға ең ауыр жаза мақтай беру. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде. Адал бол бай тап, адам бол мал тап, қуансаң қуан сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Арақ адамгершіліктің, азаматтықтың, ақылдың жауы. Арақ азғындыққа жетелейді. Араққа бір үйреніп алсаң, одан қашып құтыла алмайсың. Ең алдымен осыдан сақтану керек. Арақ адамның ішкі жауы. Ұлым менің, ез емес ер болғайсын қазағыңа. Мақсатыңды анықта да өзге жолға алаңдама. Алладан басқа ешкімге жаутаңдама. Бара берме пайдасыз жиындарға. Ойыңды ашық айт көп ішінде. Байсалды, шыдамды, шыншыл бол ел ішінде. Шын бақыт қонады шыдамды ерге. Мақтанышым болшы, ұлым, екі дүниеде. Мәңгілік дүние жоқ, бәрі уақытша. Сол қысқа ғұмырда қымбат жандарды бағалай білейік. Қу дүние табылар, ал өзіңе қымбат жанды қайта табу мүмкін емес. Жаман сезімнен, жағымсыз мінезден, тойымсыз нәпсіден, орынсыз күлкіден, бостан бос жүруден тыйылмайынша жеңіске жетпессің.